Үш нәрсе адамды бақытсыздыққа ұшыратады: сараңдық, қомағайлық және менмендік. Сығырдың ақысын сараң жейді, сараң болмаса арам жейді. Арамнан алған түйеден, адалдан алған ешкі жақсы. Адал кісі арымас, арам кісі жарымас. Айтқан сөзде тұрмаған жаман емей немене, сұрағанды бермеген сараң емей немене. Кісі ақысын көп жеген арам емей немене, сыртыңдағы қулығың амал емей немене. Сусағанда берген су шекер емей немене, ынжық елге біткен мал бекер емей немене. Әдептілік ар-ұят адамдықтың белгісі, тұрпайы мінез жатқылық надандықтың белгісі. Адамның жүзі алдамшы келеді. Кейбір адамдар түсі суық, мінезі тік болғанмен жүрегі жұмсақ, адами қасиетке бай болады. Кейбір адам жуаз, мінезі жайлы боп көрінгенмен, ондай адамдардан бәрін күтуге болады. Олардың ішінде өзімшілдік, қулық пен арамзалық, пасықтық болып жатады. Сондықтан адамды дұрыс тану үшін уақыт керек. Уақыт өте келе, кез келген адамның өзінің шынайы бейнесі мәлім болады. Өскенді де көргенбіз, бөскенді де көргенбіз. Өсіп-бөсіп ақыры, өшкенді де көргенбіз. Болғанды да көргенбіз, толғанды да көргенбіз. Болып толып ақыры, солғанды да көргенбіз. Асқанды да көргенбіз, тасқанды да көргенбіз. Асып-тасып ақыры, сасқанды да көргенбіз. Бақ оралса басыңа, дос жиналар қасыңа. Егініңді ел салысар, қырманыңды ел алысар. Наныңды ел жабысар, малыңды ел бағысар. Бақ кеткенде басыңнан, жоқтан бәле жабысар. Егініңді өрт шалар, сау басыңды дерт шалар. Адамдарға керек әркез жылулық, жылулықта жатыр көркем сұлулық. Жылы-жылы сөйлеу керек адамға, соның өзі қарапайым ұлылық. Азамат мінсіз болса, арулар мұңсыз болса, түбітің қылсыз болса, өсекші тілсіз болса, шіркін-ай. Ардагер жаусыз болса, ақиқат даусыз болса, айдау жол шаңсыз болса, ағайын қамсыз болса, шіркін-ай. Ормандар өртсіз болса, данышпан дертсіз болса, ауылың шексіз болса, қауымың кексіз болса, шіркін-ай. Суытпа босқа түсіңді, қайрама онша тісіңді. Сырт тазасы не керек, тазарт әуелі ішіңді. Жақсы әйел айтқан сөзді кекте қоймас. Осал жігіт әйелге бетте қоймас. Жауыз қатын қабаған ит сияқты, ер жігіттің түбіне жетпей қоймас. Ауыр істің салмағы білекке түсер, ащы сөздің салмағы жүрекке түсер. Сөз кейде қылыштан өткір, кесіп түседі. Сөз кейде мақтадан жұмсақ, жаныңа жылы тиеді. Сиқырлы сөзге иланып қаласың, суық сөз естіп қиналып қаласың. Амалың не, тасты соқпақ кештің бе? Амалың не, жанбай жатып өштің бе? Тек басыңды жоғары ұста өлсең де, тек өзіңді мүсір кетпе ешкімге. Қайран өмір қасқағым, көзді жұмып ашқаның, тірліктегі түгемес, аяқта алшаң басқаның. Алтын сарай салсаң да, аспағын да таспағын, жоқ болады бәрі де, туған кезде басқа күн. Қолдан келсе өмірде, өлмейтін із тастағын. Өмір сыйлық, оның өзі неге тең? Атқан таңың қуанышың мерекең. Байлық деген көлік емес, үй емес, байлық деген үйіңдегі берекең. Күліп қара біреу сынап жатса да, күліп қара біреу кінә тақса да, күліп қара ауыздарын ашса да, күліп қара ауыздарын жапса да. Сіңіп қалған қасиет-ау қанға да, талқылама ол жайында талдама. Биік десең аяғыңнан шалады, қолдарынан түк келмейтін жан ғана. Түсіргісі келер мүмкін сыйыңды, түсінгісі келмеген соң күйіңді. Қабақ түйген жауларыңды себебі,
күліп қана жеңе салу тиімді. Бала кезде қанат бітіп қиялға, қараушы едік үмітпенен жиялға. Әжем менің айтушы еді баламау, еш қашанда армандаудан ұялма. Арман деген сенің бағыт бағдарың, арман менен атсын әрбір таңдарың. Ғалам қандай үлкен болса баламау, сонда үлкен болсын сенің арманың. Осы оймен бала кезде жүріппін, өсе келе әр сынақтан сыныппын. Әжем менің бұл пәниден кеткенде, мен де бірден армандауды ұмыттым. Өзгелерден биік болсын талғамың, мақсатыңа жетелесін жан-жағың. Соңғы демің қалса дағы өмірде, еш қашанда таусылмасын арманың. Адамдар болады өкпеге қисаңда өлімге қимайтын, сағынып барғанда құшаққа симайтын, кешіріп тұрсаңда кездескін келмейтін, адамдар болады үн-түнсіз іздейтін. Хабарсыз кетсеңде алаңдап күтетін, алыстан көргенге шүкірдеп жүретін, шын сүйіп тұрса да ақырын ойлайтын, адамдар болады тағдырын қоспайтын. Мың сынақ көрсе де иіліп сынбайтын, байлыққа мастанып ұясын бұзбайтын, жақсылық жасаса жар салып айтпайтын, адамдар болады ұятын сатпайтын. Қайғырып тұрса да қуаныш сыйлайтын, өсектеп жатқанда сабырмен шыдайтын, елеусіз жүрсе де ерлікке баратын, адамдар болады жүректе қалатын. Сыйласамын жақсымен де жаманмен, сыйласқаннан кем болмаймын одан мен. Жамандардың жамандығы болса да, ол да адам, адамның күні адаммен. Сыйласамын үлкен кіші бауырмен, маңызды емес келсе де ол қай елден. Бөліп жарып жат санаған жарамас, ол да адам, адамның күні адаммен. Кешіремін ренжісіп қалғанмен, не ұтамын көп ашуға барғанмен. Сыйластықпен не жетеді жүргенге, бұл өмірде адамның күні адаммен. Жылататын кейде бәлкім жұбатар, жек көретін кейде бәлкім ұнатар. Бірі мені жетелесе биікке, ал біреуі сол биіктен құлатар. Біреу мені мадақтаса мақтаса, ал біреуі жақтырмайды қаттаса. Біреу мені жақсы адам деп біледі, ал бірінің тіпті ойы басқаша. Бетке өкпелеп өртемеші тоныңды, өмір осы танытады оң солыңды. Сен өмірде өкпелетсең өзгені, сені өмірдің ренжітуі орынды. Бұл өмірдің заңдылығы қашаннан, қаңқу сөзден кімдер айтшы қашалған. Адал ниет азаматтар артықтау, арам ниет тас атқыштан тасадан. Жақтасатын кейде бәлкім жамандар, қажет кейде берер кеңес маған дәл. Өмірімде өзіндік шын орның бар, мен сіздерді жақсы көрем адамдар. Құдайым жолдас қылма жамандарға, көзі тар, көңілі соқыр надандарға. Жақсылық етсең де бір етпесең де, жақпайсың кей ақмақ адамдарға. Кей адам тырысады құлатуға, сыртыңнан тағы біреу тұратуға. Ешкімге сыр білдірмей жүре берсең, жетесің түбі бір күн мұратыңа. Жаныңды біреу сөзбен жаралайды, көңіліңе арыңа қарамайды. Әркімнің айтқанына ере берме, бағалайтын адамдар бағалайды. Бақыт деген немене көбелек пе, жоқ әлде жел айдаған ебелек пе? Бақыт деген ақшама байлық бәлде, ғажайып ба тылсым ба керемет пе? Бақыт деген саулығы тәніңіздің, бақыт деген ақтығы арыңыздың. Бақыт деген қанағат шүкіршілік, бақыт иман байлығы жаныңыздың. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.